ерекше сарсандықпын, қорықпай ашуға барасың. Ой, қандай тамаша! Раушан гүлдер, ерекше романтика, жігіттерден естейтін жылы сөздер және бізге үнемі қажет болып тұратын жігіттер қауымынан внимание. Қыздар қауымы үнемі өзінің ішкі мұңын айтып жатады. Құрбыларының арасында да небір әңгімелерді қозғайды. Сол сәтте жігіттердің жылы сөз айтпауы, немесе жағымды қымбат сыйлық сыйламауы, болмаса ешкімнің оған көңіл бөлмеу жайында жиі айтып жатады. Ал оның барлығының себебі неде? Және қыздар қауымы бұндай жағдайда қайтпек керек. Менің айтатын аздаған кеңестерім бар, оның барлығы бұрынғы кеңестерге қарама қайшы келуі әбден мүмкін. Қыздар, жақсылап тыңдап алыңыздар, және бұл кеңестер болашақта сізге өте көп көмегін тигізетініне кәміл сенемін. Сүйу қиын білемін. Ең біріншіден, қазір өте қатты бояну сәнде емес. Яғни жігіттер қауымы шынайы, табиғи сұлу қыздарды іздеп әлек болып жүргендігі жайында ұмытпағаныңыз абзал. Көп жағдайда өзіңізде естіп жатқан шығарсыз. Бізге шынайы қыздар керек. Кірпік емес, қасы жасалмаған, тырнағы боялмаған, өзінің табиғи, еш бұзылмаған қалпындағы сақталған қыздарды біз іздеп жүрміз деп көп жігіттер өзінің мұңын тарқатады. Ал бұл жағдайды біздің қыздар керісінше түсініп, көп жағдайда өзінің көңілін аударту үшін бетіне қандай бояу болса да барлығын жағып, барынша сәнденіп, баратын жеріне ашық-шашық болып киініп, жетіп барып жататыны жасырын емес. Енді қыздар қауымы қателік өзімізден. Біз қатты боянып, шашымызды қалай болса солай әрлеп, немесе тіпті әтіріміздің иісінің өзі адамның басын айналдыратын жағымсыз болуы да мүмкін. Оның барлығы кішкентай ұсақ-түйек нәрсе сияқты көрінгенімен, қазір өте қатты өзекті мәселеге айналып отыр. Демек, ең бірінші қағида, сіз қатты боянбаңыз. Кез келген кездесуде бар шынайы табиғи сұлулығыңызды көрсету үшін жай ғана слегка дейді ғой, дневной макияж деп айтып жатады, күнделіктіге арналған кішкене ғана макияжды қолданғаныңыз абзал болмақ. Сүйу қиын білемін. Екіншіден, сіз жігіттердің назарын қатты аудартқыңыз келеді дейік. Енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, сіздің жасыңыз кеп қалды, немесе тұрмысқа шығуды көздеп жүрсіз. Болмаса құрбыларыңыздың жігіті бар, ал сіз үнемі жалғыз қаласыз деген сияқты. Ал ондай жағдайларда ең бірінші өзіңіздің киіну стиліңізді өзгертіңіз. Айтқым келгені, қазір ашық-шашық киіну мүлде сәнде емес. Керісінше, нағыз кербез, өте сұлу ханшайымдардың киімі қандай болу керек? Мен осы тұрғыда сізге кішкене кеңес бергім келіп отыр. Ол қазіргі уақытта қысқа юбка немесе түрлі белдемшелер, шортик болмаса тағы да ашық-шашық, жеңі ашық, ондай киімдер қазір сәнде емес. Жігіттер олай киініп алған қыздарды басқаша қабылдап қалуы әбден мүмкін. Сіз назар аудартам деп, керісінше өзіңіз жайында жағымсыз пікір қалыптастырып кетесіз. Сондықтан барынша сіз жабық киініңіз. Ол тұмшаланып алу емес, немесе бірден бір өзіңізді бір қарапайым қыз есебінде көрсетемін деп, не болса соны киіп алу емес. Оны дұрыс түсініңіз. Өте стильді түрде. Қазір көп қой, мысалға, жеңі қатты ұзын емес, қысқалау, бірақ жаңағы сіздің кеудеңізді көрсетіп тұрмайтын, ашық емес, бір әдемі сәнде жасалған, бір керемет фасонды киімдер болады. Соны таңдап тауып киіңіз. Көбінше жағасы бар киімдер, болмаса бір гүлді әдемі кофталар айтып жатады ғой, біздің қыздардың үстіндегі киімі, ол қыздың нәзіктігін, сонымен қатар талғамның жоғары екендігін әбден байқатып тұруы керек. Белдемшеңіздің ұзындығы тізеңізден сәл төмен түсіп тұру керек. Неге десеңіз, қазір жаңа айтып кеткендей қысқа юбкалар мүлде сәнде емес. Керісінше, биік, әдемі, биік өкшелі туфлиіңізбен сәнді белдемшелерді ұзын етіп киген өте дұрыс болады. Демек, кез келген отырысқа барып қараңызшы, қазір көбінше қыздар қысқа киінбейді, немесе ашық-шашық киінбейді. Сондықтан сіз өзіңіздің назарды аударту қазір бұрынғы сияқты ашық-шашық киінуде емес мәселе. Сіз өзіңіздің бар шынайылығыңызбен, табиғи болмысыңызбен, өзіңіздің ұнамды қылықтарыңызбен кез келген ортада бірінші болып көзге түсе аласыз. Енді
қандай сөздерді айту керек, кездесу барысында нені қолданған дұрыс, немесе құрбылармен отырған кезде бір таныс емес жігіттер келетін болса, олармен таныстық барысында қандай қағидаларды ескеру керек? Енді қаншама бойжеткендер бар, қаншама мені тыңдап отырған сіңілдерім бар, болмаса естіп отырған әпкелеріміз бар. Әртүрлі тараптан алып қарайтын болсақ, ең бірінші болып сіз еш уақытта дөрекі сөз пайдаланбаңыз. Что полегче? Қазір менің қатты ішім ашитын бір нәрсе болса, ол қыз баласының қалай болса солай сөйлеуі. Қоғамдық орындарда, түрлі мекемеде, кездесуде, жиындарда, мейрамханаларда, кез келген жерді алып қараңызшы, қыз баласының бір бұғауыз сөзді пайдаланып, немесе қатты дөрекі сөйлеп, жігіт адамның алдына шығып, оның сөзін бөліп сөйлеп отырған қыз баласы, ол көзге түскенімен жаман қылықтары бойынша есте қалып қояды. Сондықтан өзіңізді нағыз леди, жақсы ханшайым, тәрбиелі қыз есебінде көрсеткіңіз келетін болса, барынша шынайы болыңыз, дөрекі сөздерді бойыңыздан алып тастаңыз. Көп қолданатын қумашы, жындысың ба, кетші бар деген сияқты болмай қалған, қазір өте көп қолданылатын осы бір сөздерді сөздік қорыңыздан алып тастаңыз. Демек, барлық қателік өзіңізде. Ешкімге реніш білдірмеңіз. Құрбыларыңыздың арасында бұл әңгімені қатты көп талқылай беріп, өзіңізді төмен санай берудің де еш қажеті жоқ. Бар болғаны бір-екі ережені ескеріп жіберсеңіз, барлық жігіт атаулысы назары сізде болады және сізге үнемі жақсы сыйлықтар келіп тұратын болады. Одан бөлек сіз өзіңіз сыйлыққа да қымбат иіссу, керемет раушан гүлдер, оның барлығына сіз лайық болу керексіз. Ал оған қалай қол жеткіземін десеңіз, оның да ешбір қиындығы жоқ. Сіз кез келген ер азаматқа сіз деп сөйлеңіз. Оны танымайтындықтан, немесе танып жатсаңыз да, аса қатты өзіңізді бір алға қойып, немесе өзіңіздің бір жақсы жаман қасиеттеріңізді бірінші болып айтып, өзіңізді жарнамалаған сияқты болмаңыз. Барынша жұмбақ болыңыз, сол кезде сіздің ішкі әлеміңіз, жан дүниеңіз, барынша табиғи сұлулығыңыз алға шығатын болады. Ал сіңілдерім мен әпкелерге айтатын болсам, тұрмысқа шықпадым деп еш алаңдамаңыз. Өз ер азаматыңыз бір күні жолығатынына кәміл сеніңіздер. Сүйеді тоқтатпа, сезімнен бас тартпа жігітім. Сенімен бір болу, сенімен бақ табу үмітім.